Сәлеметсіңдер ме 7-ші сынып оқушылары? Информатика сабағы. Сабақ тақырыбы кіріктірілген шарттарды программалау. Оқу мақсаттары. Программалау тілінде алгоритмді жазу, сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында жазу. Критерийі. Кіріктірілген шартты алгоритмдерді программалайды, switch операторын қолданады. Оқушылар, программада if операторы басқа if операторының ішінде болса, онда оларды кіріктірілген шартты оператор деп атаймыз. Кіріктірілген операторлардың құрылымында әрбір if операторына тек бір ғана else операторы сәйкес келеді. If шарт, яғни программаның құрылымы былай болады. If жақша ішінде шарт және оператор. Егер шарт орындалмайтын болса, онда келесі шарт жазылады және соған сәйкес оператор орындалады. Егер бұндадағы шарт орындалмайтын болса, онда бір else операторын қолдану арқылы келесі шартты кіріктіретін боламыз. Оқушыларым, C++ өңдеудің кіріктірілген шартты және switch операторларын қолдану үшін Google арқылы онлайн C++ деп жасап. Ол жерде керекті есебімізді шығарып. Әрі қарай бізде программист.com деген жерде C++ жерде бізде string кітапханасынан кейін std командасын кодтың алдында бұл жерге name space std деп жазып қоямыз. Және нүктелі. Әрі қарай бізде main командасынан кейінгі түсініктемені алып тастадық. Қарай біз main несінен кейін түсініктемені алып тастауға болады. Бізде қазір кіріктірілген операторда a айнымалысын аламыз. Егер де a айнымалысын енгізген санымыз 0-ден кіші болатын болса, онда біздің экранға 10 сан деген шығу керек. Егер a айнымалымыз 0-ден кіші болатын болса, онда теріс сан деген сөз экранға шығу керек. Яғни a айнымалысы бізде бүтін сан болғандықтан, оны біз int деп жазамыз және де әрі қарай код операторының көмегі арқылы бірінші санды енгіз деген сөзді шығарады. Sim операторының a санын енгізетін боламыз. Қарай бізде шарт беріледі, яғни шарт бойынша жақшаның ішіне жазамыз. A санымыз болуы керек 0-ден. Егер A санымыз 0-ден үлкен болу керек болса, онда бізге экранға бұл 10 сан деген сөз шығуы қажет. Бірлет else операторын пайдалану арқылы келесі кіріктірілген шартты орындаймыз. Яғни if келесі шарт бізде егер a-мыз кіші болатын болса 0-ден. Бұл кезде бізде теріс сан дегенді шығару қажет. Енді программамызды іске қосып көрейік. Біріншіге 5 санын бердік, яғни бұл 10 сан дегенді білдіреді. Оқушылар, егер де айнымалы мәніне тәуелді бірнеше нұсқадан қандайда біреуін таңдау үшін if операторының орнына switch операторын қолдануға болады. Switch операторының құрылымы мынандай түрде жазылады. Switch операторын жазамыз және жақшаның ішіне керекті айнымалыны немесе өрнекті жазамыз. Қарай операторлық жақша case белгісін қолданамыз. Case белгісі бізде таңдау дегенді білдіреді. Яғни таңдалған өрнек көрсетіледі, әрі қарай осы өрнекке байланысты орындалатын операторлар көрсетіледі. Және бұл операторлардан шығу үшін break командасы қолданылады.
және келесі таңдаудағы өрнекті көрсетеді және соған сәйкес операторлар тобы көрсетіледі және осы операторлардан шығару үшін break командасы жазылады. Әрі қарай бізде default командасы қолданылады. Default командасының қызметі, егер айнымалының мәні ешқандай белгіге, яғни кейсқа сәйкес келмейтін болса, онда программа default белгісіне өтеді және осы жердегі операторлар тобы орындалатын болады. Бұл операторлар тобы операторлық жақшалардың ішінде жазылады. Оқушылар, енді switch операторын C++ программалау тілінде жазып көрейік. Ол үшін бізге switch операторының айнымалысын енгіземіз, оның типін білдіреміз, int болады, және осы әрекеттерді орындайтын операторлар орындалатын айнымалыларды енгіземіз. Олардың да типтері int болады. Әрі қарай code операторы арқылы бірінші айнымалыны енгізіңіз деп жазамыз. Және де дәл осылай code оператормен екінші айнымалыны енгіземіз, және де switch'те қолданылатын айнымалы d-ны, яғни белгіні беріңіз деп жазамыз. Әрі switch операторын жазамыз, одан кейін операторлық жақша қоямыз. Операторлық жақшаның ішінде бірінші белгі, яғни кейс 1 дейміз. Бізде бірінші белгіні берген кезде осы екі айнымалының қосындысын жазу керек. Қосындысын жазамыз және бұл оператор біткеннен кейін кейстен, яғни белгіден шығу үшін break командасын қолданамыз. Әрі қарай екінші белгі арқылы бізде қосылады, үшінші белгі арқылы көбейтіледі, төртінші белгі арқылы бөлінеді. Бұл белгілер, егер де бұл белгілердің ешқайсысы берілмесе, онда default'тан кейінгі оператор орындалады. Default'тан кейінгі операторды біз hello world'ты қалдыра берейік. Яғни бұл бағдарлама нәтижесі бойынша біз бірінші белгіні берсе қосады, екінші белгіні берсе алады, үшінші белгіні беретін болса көбейтеді, төртінші белгіні беретін болса бөледі. Ал егер осы 4 белгі емес басқа, яғни 5-ші белгіні қоятын болсақ, онда бізде hello world'ты шығаратын болады. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Қандай шарт кіріктірілген деп аталады? If кіріктірілген операторының құрылымын атап беріңдер. Не себепті switch операторы қолданылады? Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.